Армысыздар, құрметті жаңға жылу арнасының тыңдармандары. Бұл өмірден алынған әңгімені тыңдарманымның сұрауы бойынша оқып беремін. Осы күнге дейін мен өзімді алдап, мен кінәлі емеспін, мені осылар қатыгез еткен өздері деп өзімді өзім жұбатып келдім. Бірақ сіздің әңгімелеріңіз тыңдап, бүкіл жасаған күнәларым көз алдымнан өтіп, көзімнен жас тоқтамай кеудемді жұдырығымен ұрып отырып 1 сағаттай жылай бердім. Бұл күндері ер жетіп, бой жетіп қалған ұл қыздарым бір кездері аналарының қанша адамның өмірін ойран еткенін қайдан білсін. Менің өкіріп жылағанымды көріп, жаныма жүгіріп келіп, «Мама, не болды? Мам, ауырып қалдыңыз ба? Мама, бәрі дұрыс па?» деген сұрақтармен қарша жаудырды. Тек күйеуім ғана менің не үшін жылап тұрғанын түсініп тұрған болатын. Дереу телефонымды қолыма алдым да абысыныма қоңырау шалдым. Сол бұрынғыша «Алло» деген үн шыққан жоқ. Ол кісіні ренжіткенім сонша маған бір ауыз сөз айтпайды, тіпті бетіме де қарамай қойған. Менің бұрынғы мені ұл қыздарым білсе, аналарын жек көріп кетеді ма білмеймін. Абысыныма жасаған қиянатымның бәрін ешкімнен қысылмай ішімдегінің бәрін ақтарып баяндап салдым. Тоқтаусыз кешірім сұрай бердім. Телефонның арғы жағынан абысынымның қайда күйде отырғанын, жылап тұрғанын, оның қысылып әрең тыныстап тұрғанын сезіп тұрдым. Мені үнсіз тыңдады. Бәрін айтқан соң оның жауабы мені есеңгіретіп тастады. «Иә, мен бәрін білемін», деді де тұтқаны қоя салды. Ұл қыздарыма қарасам, менің істеген істеріме арланып, жүздері қызарып тұр. Құшағымды кең жайып шақырып едім, ешбірі маған жоламай, орындарынан тұрды да бөлмелеріне кетті де қалды. Қу тіземді құшақтап, қара басын ғана ойлаған мен сорлы өкіріп жылап қала бердім. Біраз уақыттан соң үлкен қызым, жақында ғана өзі тоқып бітірген әдемі иыққа салатын орамалын көтеріп шықты. Одан кейінгі қызым үсті басы он болып бірдеңе пісіріп жүр. Қарасам, торт пісіріп жатыр екен. Бір сәтте бірі тортын, бірі тоқыма орамалын алып, ұлым болса гүл алып келіпті. «Мама, осылай жылап отырғаннан бірдеңе өзгереді ме? Мені кешіресіңдер ме?» «Кешірімді бізден емес, апамнан сұраңыз, тұрыңыз, кеттік». «Қайда барамыз?» «Қайда болушы еді? Әрине апаның үйіне». «Рас айтасыңдар ма? Мына заттарыңды апаларыңа сыйламақсыңдар ма?» «Иә, уайымдамаңыз, сіз жалғыз емессіз. Сізбен қосылып біз де бірге кешірім сұраймыз. Дәу апа өте мейірімді, сізді кешіретініне сенімдімін». Ол қызымды түгел ертіп, бәріміз абысынымның үйіне жолға тарттық. Жол бойы абысыны мені қалай қарсы алады екен? Бұрынғыша сәлеміме үн қатпай, жұмған аузын ашпай қоймайды ма екен? Кешірім сұрасам, кешірер ме екен деген ойлар санамда сайрап тұрды. Үйіне жеткен бойда жүрегім кеудемнен атқылап шығып кетердей болды. Жүрегім тарсылдап, аяқ-қолым қалтырап, көліктен түсуге шамам келмей қалды. Екі қызым екі жағымнан демеп есікке қарай жетектеп алып барды. Құдайдың өзі соны қалады ма, әлде өзінің дәрменсіздігімнен болды ма, білмеймін. Абысынымды көрген сәтте екі аяғымнан жан кетіп тізерлеп отырдым да қалдым. Абысынымның жүзіне қарауға дәтім жетер емес. Төмен қараған бойы кешірім сұрай бердім. «Кешіріңізші мені, абысын, қадіріңізді кеш білсем, істеген істерім үшін қатты ұяламын. Мені ұрсаңыз да, соқсаңыз да бәріне көнемін. Тек маған кешірім берсеңіз болды. Барлығы үшін кешірім сұраймын. Қатты өкініп жүрмін. Өкініштен әр күн сайын өзегім өртенуде. Кешірім сұраймын сізден, қайнаға, сіз де мені кешіріңізші. Төре бала, ерке қыз, сендер де мені кешіріңдер». Төре бала мен ерке қыз абысынның үлкен ұлы мен қызы. Олар не болғанын білмейді. Ол кезде 3 және 1,5 жасар бала болатын. «Сымбат жеңге, не болды сізге? Тұрыңызшы орныңыздан». «Келінжан, тұра ғой. Абысының сені әлдеқашан кешірген».
Тұрмаймын, абысыным өзі кешірдім демегенше тұрмаймын. Бұрынғыша құрбы сияқты сырласып, көрген сайын бір-бірімізбен жарыса сөйлеп әңгімелескен кезімізді сағындым. Жүзімді төмен қаратқан күйі отыра бердім. Bir сәтте иығымнан біреу қос қолын тигізгенде бүкіл денем шымырлап, бойыма әлдебір жылылық сезгендей болды. Абысыным екенін бірден-ақ сездім. Бар күш-жігерімді жинап, еңсемді көтердім. Абысынымның да көздерінен жас ағып, бар ықыласымен мені құшағына басты. Екі бетінен шөлпілдетіп кезек-кезек сүйе бердім. Екеуміз ұзақ уақыт үнсіз құшақтасып тұрдық. Бала-шағалардың бәрі қосарланып, үсті-үстімізден құшақтап, бәріміз бір жылап алдық. Кешірдім, келін, кешірдім. Келеріңді білдім. Осы күнді ұзақ күттім. Ақыр соңы өз-өзіңді жеңіп, осылай алдыма келетініңді білдім. Мен сені әлде қашан кешіргемін. Тек өзіңнің көкіректігіңді, менмендігіңді жеңіп, ақылың мен ерік күшің сені бұл менмендіктен арылтуын күттім. Алла тағаланың өзі пендесінің қателігіне кешірім бергенде, мен қалай кешірмеймін? Кешірдім. Сіздің даусыңызды, маған қарай бет бұрып сөйлегеніңізді, шай үстінде әңгімелескенімізді қалай сағынғанымды білсеңіз ғой. Мен де сағындым, қатты сағындым. Апам, енеміз байқұс, қабірінде жатып бір аунап тұрған болар. Неге апамның көз тірісінде келмедің? Бір-біріміздің тату болғанымызды көре алмай армандап кетті ғой. Өкінемін, қатты өкінемін, рас айтамын. Абысыным өте мейірімді жан. Өзінде барын өзгелерден аямайтын жанашыр кісі. Әттең, осыны кезінде ұғынсам ғой. Біздің келерімізді біліп, сүрленген етін, қазы қартасын асып, дайындап қойыпты. Екеулесіп жүріп, қамырды салып, ұл қыздарымызбен бірге шүйіркелесе отырып, мәз-мейрам болып тамақтандық. Мен сол үйде қалып, абысын екеуміз түні бойы әңгіме-дүкен құрып, қаншама шәйнек шай ішіп тастаппыз. Ал енді өзімнің жасаған иттік әрекетімді баяндап берейін. Мүмкін мен секілді іші тар, көре алмаушылық көзін байлап тастаған адамдар оқып тәубесіне келер. Алғаш келін болып түскенімде, енем мен күйеуімнен бұрын осы абысыным қатты қуанып, мәз-мейрам болып жүрді. Екі періштенің анасы болып, тәжірибе жинап қалған абысыным үнемі ақыл кеңесін айтып, менің жанымнан бір елі ажырамайтын. Қолымнан түк келмейтін, тек сыртта жүріп оқу оқып, көше кезіп жүре берген маған келін болып тамақ істеп қамыр жаю қиынға соқты. Ал абысынымның қолынан келмейтіні жоқ. Тамақтары өте дәмді. Қамыры қағаздай теп-тегіс, істеген ісінен бір мін таппайсың. Ұл қызының тәрбиесіне көңіл бөліп те, тазалықтарына да назар аударып, барлығына үлгеріп жүретін. Енем байғұс үнемі қызым, қызым деп отыратын. Қайнаған болса келіншегіне дауыс көтеріп сөйлеген емес. Өтірік емес, мен абысыныма қызғана қарайтынмын. Өйткені мен ол секілді бола алмадым. Ол секілді ас әзірлеп, дастарханды жайната алмадым. Ол жоқта үйге келген 4 қонақты да күте алмадым. Ұйқыны жақсы көріп, таңертең түсте ұйықтап қалып жүрдім. Үйдің тірлігін жарытып істемей жүрсем де, басқасына да үлгере алмадым. Төсегім жиналмайды, шашым таралмайды, тіпті киім үтіктеуге де уақыт таппаймын. Күйеуім аяқ астынан бір жерге барар болса, жарық болмай, шалбарын түктей алмай, талай рет қыртыс-тыртыс, мыж-мыж шалбар жейдемен барар жеріне барып келді. Абысынымның қалай үлгеретініне мән беріп, ол кісіден үйренудің орнына қызғаныш бойымды билеп, оны өзіме жау санай бастадым. Менің өзгергенімді байқап, ақыл кеңесін айтып жүрді. Келінжан, айналдырған екеуміз ғанамыз. Абысын тату болса, ас көп деген сөз бар. Біз тату болсақ, осы әулет тату болады. Екі ағайынды бауырды жақындастыратын да, бір-бірінен алыстататын да бізбіз. Қуанышыңды да, қайғыңды да бөлісетін ағайын. Ақшаң болса, жаныңда араласатын адамдар да болады. Олай деме.
ақшаға сатып алынбайды дүниелер бар. Туғаныңда ешкім саған жан ашымайды. Оның ешбір ақшаға, байлыққа сатып ала алмайтын ақыл кеңестерін тыңдағым келмей, үнемі қашып жүретінмін. Bir жаққа шығар болса, енем, қызым, ақшаң бар ма? Қызым, не керек? Пәленшеге айтайын, машинасымен апарып тастасын деп отыратын. Ал мен бір жаққа барар болсам, ештеңеге шаруасы жоқ. Ақшаң бар ма да деп сұрамайды. Сұрамауға да негіз бар. Өйткені мен күйеуімнен ақша алу үшін түрлі айла тәсіл қолданатынмын. Екі бірдей баласы ақшаны анасына Тапсыратындықтан енем күйеуімнің маған ақша беретінін біліп, сол себептен де сұрамайтын болса керек. Ал абысыным болса, қайнағамның миын жеп ақша алу үшін өтірік бейшара адамның кейпіне еніп, жыламсырап айла қолданбайды екен. Міне сондықтан да енем оған үнемі ақша беріп отыратын. Ал менің бойымды қызғаныш билеп, неге маған бермейді? Неге менен сұрамайды? Мені жек көреді деп, енемді жек көре бастадым. Қазір ойласам, енем берді не, күйеуінен алдым не, бәрібір сол ақша емес пе? Қазір ойласам, енем берді не, күйеуімнен алдым ба не, бәрібір сол ақша емес пе? Әттең сол кезде осыны ұғына алсам ғой. Ұлымның жыртығын жамап, асын әзерлеп, киімін үтіктей алмайтын үйге келген кісіге ас суын ұсына алмайтын, ұйқыдан көз ашпайтын келін қай енеге ұнайды дейсіз? Өзімнің де қазір ұлым өсіп, келін алатын жасқа жетіп отыр. Егер де ұлым дәл сол кездегі өзім секілді қызды жар етіп үйіме әкелсе, өзім секілді келінге мен бір сәтте төзе алмас едім. Сол кезде менің мінезіме төзіп шыдаған енеме мың рахмет. Үйге келген кісілер де, енем де абысынымды мақтап отыратындықтан бойымды қызғаныш билеп алды. Менің келгеніме 1 жылдай болса да, құрсақ көтере алмадым. Ал абысыным 3-ші перзентке жүкті болып, жүктілігі өте ауыр жағдайда өтті. Баласы төмен орналасып, түсіп қалуға шақ жүрді. Беті тыржиып, жаны қиналғанын көрсетіп жүрсе де, бар шаруаны өзі жасап жүре берді. Адам өзі қандай болса, өзгелер жайлы да солай ойлайды деген рас екен-ау. Сол кезде мен ойлайтынмын, абысыным тірліктен қашып, жүктілігін пайдаланып жатып, демалмақшы. Неткен ақымақпын. Шын мәнінде оның жаны қалай қиналғанын қазір ойласам жүрегім езіледі. Жүктілігі алтын шайға жеткенде, есіктің алдындағы бақшаны шауып жүріп, сол бақшаның ішінде 2 бүктеліп құлады да қалды. Менің ойым өзгермеген, тәубеме келмеген кезім, өтірік қойылым көріп тұрғандай, ешқандай аяныш сезімі болған жоқ. Жедел жәрдем келіп, алып кетіп, құрсағындағы сәбиінен айырылып қалғанын естігенде ғана оның шын мәнінде қатты қиналып жүргенін түсіндім. Бірақ бұл аяушылық сезімі менің бойымдағы қызғаныш отын сөндіре қойған жоқ. Көзбен көріп, қолына ұстамаса да, ана үшін барлық баласы бірдей жақын емес пе? Баласынан айырылған абысыным біршама уақыт күйгелектеніп жүрді. Енем ас түсіне түсіп бар жағдайын жасады. Үйде жағдайы болмай, дене қызуы мен қан қысымы көтеріліп кете берген соң, оны 4 күніне аз уақытқа болса да күтініп қайтуға жіберді. Қатты күйзеліске түскен абысыным аздап сергіп, көңілі көтеріліп қалсын деп ене бірнеше күнге 4 күніне жіберді. Жаздың ыстық күні болатын. Енем қайнағамның темір кесетін болгаркасын алып, жуан ағаштарды майдаламақ болған ғой. Болгарканы қосқан сәтте, әлгі ортасынан дөңгелек арасы шыр айналдырып ұшып шығып, енемнің оң қолының білегін осып өтіп кетті. Ой байлаған дауысты естіп сыртқа атып шықсам, үсті басы қанға малынып отыр екен. Сүйегі көрініп тұрғанын көріп, денем түршігіп кетті. Жедел жәрдем келіп, ауруханаға алып кетті. Жарақатын танып, қолын тіктіртіп қайта келді. Араға 2 күн салып, күйім 3 қорап қызанақ алып келіпті. Біреулер жұмыс ақысының орнына берген екен. Әлгі қызанақтарды банкаға жап, деді. Мен ондай жұмыс жасап көрмегенмін.
Ол жұмыстарды менен басқа істейтін адам жоқ қой. Былжырап босаған қызанақтарды шыбын-шіркейлер үймелей бастады. Оны көріп жиіркеніп мүлдем жолағым келмеді. Сол кезде ысырап обалдың не екенін білмеймін. Содан түсте ұйқы қысып бөлмеге кіріп ұйықтап қалыппын. Бір кезде көзімді ашсам, абысыным келіп тұр. Абысын, келдіңіз бе, қалайсыз? Ұялмайсың ба, не жатсыз мынау? Ана жақта қол кесіліп, үзіліп түсіп қалайын деп тұрған әрең жүрсе де, апам от жағып банка жабайын деп жүр. Сенің жатсың мынау. Жаппай-ақ қойсын. Ол кезде тәкаппарлық бойымды билеп тұрған кез. Ешкім оған істе деген жоқ қой. Сен істемеген соң өзі істемегенде қайтсын? Соншама қызанақты ірітіп қоқысқа тастау керек пе? Ой, жап-жас адам ғой, қимылдағаны өзіне пайдалы. Істесе ертең өзі де жейді ғой соны. Ал сонда сен жемейсің бе? Айтып тұрған сөзіңе қараш. Бол, шық далаға, екеуміз жабамыз. Шықпайым. Қайтесің ал, шықпайым. Осы күнге дейін мен саған үндемей, істеген ісіңнің бәріне көз жұма қарадым. Мені сыйламасаң сыйламай-ақ қой, бірақ апамды сыйламағаныңа үнсіз төзе алмаймын. Қайным келсін, осы күнге дейін сенің мынау істеген әрекеттеріңнің барлығын баяндап, сенің сазайыңды тарттыртам. Абысыным ашулана шығып кетті. Не істерімді білмедім. Күйеуімнің үйге келер уақыты жақын қалыпты. Қатты уайымға салынғандікі ме, әлде тамақ жей сала жата салғанымдікі ме, әйтеуір жүрегім айнып құсқым келе бастады. Күйеуім әні-міне дегенше келіп қалады. Дереу пакет алып, пакетке құса бастадым. Бұл ой басыма қайдан сап етіп қалғанын білмеймін. Өзімді күйеуіме жүкті етіп көрсеткім келді. Сондағы мақсатым ұрыс естімеу үшін еді. Бірақ әп-сәтте белім ауырып, жаным қинала бастады. Үйде кір келетін уақытта болып қалған болатын. Ер адамдар оқыса ұят екенін білем, бірақ толық жазуға міндеттімін. Ауырғанына шыдай алмай екі бүктеліп жаттым да қалдым. Ауруды басатын дәрі ішіп едім, тағы да ұйықтап кетіппін. Бір кезде оянсам, күн батып қалыпты. 2 сауылатын сиыр бар. Нан тамақ істеу керек. Оған қоса банка жауып, абысыным мен енем әбіржіп жатыр екен. Содан не керек, абысыным қайта бөлмеме кіріп келді. Банка жаппасаң да тым құрыса тамақ істесең қайтеді? Өзің де ішесің ғой сол тамақтан. Ауырып жатырмын. Өй, 1 апта бұрын бала туған. Қолын болгарка кесіп кеткен апам екеумізден жамансың ба? Мына жалқаулығың бір күні сенің түбіңе жетіп тынады. Ой, расымен ауырып тұрмын деймін, сенбейсің бе өзің? Мен саған сендіруге міндетті емеспін. Сосын айта кетейін саған. Енемнің орнына ене болмай-ақ қойшы. Енем әлі тірі жүр ғой, өлген жоқ. Ол кісі тұрғанда маған ұрсатын сен кім едің соншама? Апамның жуас болғанына қуан. Әйтпесе сендей келінді басқа ене бір сәтте ұстамас еді. Абысыным осылай дейді де шығып кетті. Артынша күйеуім кіріп келді. Екеуміздің айқайласып жатқанымызды естіп қойған секілді. Төсекке құлай кеттім. Ыңылдап, сыңқылдап, ішімді ұстатым да жата бердім. Не болып қалды? Білмеймін, жүрегім айнып құса беріп жатырмын. Тағы да тамақ жедің бе? Аузыңнан шыққанша дейін жеген шығарсың. Жоқ, олай емес, ешқандай иіс ұнамай жатыр. Құсқым келе береді, жүрегім айнып бірдеңе жегім келіп тұр. Тоқташ, әлде сенде бір өзгеріс бар ма? Білмеймін, сол ішім ауырып жатыр. Жаныма, осы күнді қанша күттім ғой мен. Рахмет, рахмет саған. Мен әке боламын. Сол кезде өзімнің өтірік айтып тұрғанына еш қиналмадым. Ол қуана сыртқа атып шығып кетті. Артынан бағанаға ашуланған ешбір ізі қалмаған, жүзі қуанышқа толы. Енемен абысыныма жетіп келді. Келін-ау, жаңа маған бірден неге айтпадың? Жағдайың қалай? Не жегің келіп тұр? Самса пісіріп берейін бе? Не қалайсың? Бәрін айт. Келін шырағым, аяғының астына көрпешені бүктеп қойып жат. Тірлік бәрібір бітпейді. Емін-еркін жата бер, демал. Бәрі мәз-мейрам болып жүрді. Орнымнан тұрып, сыртқа шығып дәретханаға барсам, үйде кірім келіп тұр.
Өтірік айтқанын білдірмеу үшін не істерін білмедім. Оның үстіне күйеуім бірден сезіп қоятынын жақсы білемін. Абысыным ұлына қатты ұрсып жатқанын көрдім де, құлағыма шайтан сыбырлады ма білмеймін. Арам ойымды іске асыруға кірістім. Қолыма шелекті алып, краннан су тасып, қызанақ қайнатқан қазанды жуып, жабылған банкаларды ішке тасып жүрдім. Өзім жылап жүрмін. Содан бір кезде жұрттың назарына өзімді аудару үшін банканың біреуін жерге тарс еткізіп тастап жібердім де шыңғырып айқайлай бастадым. Жұрт келем дегенше жерге ішім ұстап екі бүктеліп жатып қалдым. Бәрі жүгіріп жетіп келді. Етегімдегі қанды көріп абысыным шошып кетті. Ойбай апа, қан кетіп жатыр. Келін, мен саған аяғыңды көтеріп жат дедім-ау. Сен не істедің, неге жүрсің? Сіздер ашуланып жақтырмай жүрсіздер ме деп қалай еркін жатамын? Саған біреу бірдеме деді ме? Абысыным, білемін, балаңыз түсіп қалды, бірақ оған мен кінәлі емеспін ғой. Сіздің балаңыз түсіп қалса, менікі де түсіп қалу керек пе еді? Дегеніңізге жеттіңіз бе? Қалағаныңыз осы ме еді? Не деп тұрсың? Мен сенің жүкті екеніңді қазір ғана білдім емес пе? Жаңа ғана бөлмеге кіріп банка жап деп ұрысқан сіз емес пе? Ауырып жатырмын десем, қайным айтып, сазайыңды тартқызамын деген кім сонда? Әлде мен өтірік айтып тұрмын ба? Ал, не айтасыз қайныңызға? Мен сенің жүкті екеніңді, ішіңнің ауырғанын қайдан білейін? Келіндер, жетер енді. Айналдырған екеуің бір үйге сыймай не көрінді? Екеуің де бірде-бір тірлік істемей-ақ қойыңдаршы осы. Өзім-ақ істеп аламын. Көп сөзді қойып жедел жәрдем шақырыңдар. Больницаға барып жатырын тазалатсын. Жоқ, шақырмаңыздар. Қажеті жоқ. Одан кейін мүлдем бала көтере алмай қалуы мүмкін. Бармаймын ешқайда. Больницаға барсам, өтірігім ашылып қалуынан қорқып, бармау үшін сан түрлі сылтау айттым. Күйеуім абысыным мен енеме ашуланып, оларға сөйлемей жүрді. Өтірік сөйлеп, оны үміттендіріп қойғаныма қатты өкіндім. Өтірік істерім жаныма батып жыладым. Енем мен күйеуімнен сұранып төркіме қыдырып бардым. Менің анамның ешбір хабары жоқ. Бірақ уайымға салынып, көзім жастан құрғамайтынын көріп, ақылын айта бастады. Қызым-ау, неге жылай бересің? Күйеу бала бірдеңе деді ме? Жоқ, ол өте жақсы адам. Онда не? Неменеге жылай бересің? Енем мен абысыным ғой. Олар саған не деді? Қолыңды бірнеше рет ұстадым. Көзіммен көріп те тұрмын. Күндіз-түні тыным таппай пысық келіннің қолы мұншалықты жұмсақ мамық бола қоймас. Соған қарағанда ауырдың астымен жеңілдің үстімен тірліктен қашып жүрген жоқсың ба? Жоқ, мен бәрін істеймін. Олай болса олар саған неге тиіседі екен? Енем мен емес, абысынымды жақсы көреді. Ой жаным-ау, уақыт өте сені де жақсы көріп кетеді. Тірлікті тақадай істеп, бар жағдайды жасап, ұлына қамқор болсаң, өз-ақ сені жақсы көріп кетеді. Анам бар ақылын айтты, бірақ ол кезде ақпақ құлақ болғаннан ба, ешбір ақылын құлағыма салмадым. Жақында тұрмысқа шыққан құрбымды кездестіріп қалып, біраз әңгіме айттық. Оның енесі дуа-кеш әйел болып шықты. Ұлын қызғанып, құрбым мен күйеуім екеуін ажыратып жіберіпті. Шайтанның бұйырғанын шыға алмайтын ба, мен бейбақ тойымыздан түскен әке-шешем мен енемнің суретін тауып алып, ауылдағы тәуіпке бардым. Ол кісі енем мен абысынымды дуалап, өз дегенімен жүретін етіп алғанын айтты. Алмағын қайтарма дуа жасап беремін деді. Енемді абысыныма қарсы тұратындай етіп дуа жасаттым. Бір қалтаға түйілген құмға дем салып, оны енеңнің бөлмесіне себесің деп қолыма ұстатты. Айтқанын екі етпей, енемнің бөлмесін білдірмей сеуіп тастадым. Алғаш келін болып түскенімде, енем мен күйеуімнен бұрын осы абысыным қатты қуанып, мәз-мейрам болып жүрді. Екі періштенің анасы болып, тәжірибе жинап қалған абысыным үнемі ақыл кеңесін айтып, менің жанымнан бір елі ажырамайтын. Қолымнан түк келмейтін, тек сыртта жүріп оқу оқып, көше кезіп жүре берген маған келін болып тамақ істеп қамыр жаю қиынға соқты.
Ал абысынымның қолынан келмейтіні жоқ. Тамақтары өте дәмді. Қамыры қағаздай теп-тегіс, істеген ісінен бір мін таппайсың. Ол қызының тәрбиесіне көңіл бөліп те, тазалықтарына да назар аударып, барлығына үлгеріп жүретін. Енем байғұс үнемі қызым қызым деп отыратын. Қайнағам болса келіншегіне дауыс көтеріп сөйлеген емес. Өтірік емес, мен абысыныма қызғана қарайтынмын. Өйткені мен ол секілді бола алмадым. Ол секілді ас әзірлеп, дастарханды жайната алмадым. Ол жоқта үйге келген 4 қонақты да күте алмадым. Ұйқыны жақсы көріп, таңертең түсте ұйықтап қалып жүрдім. Төсегім жиналмайды, шашым таралмайды. Тіпті киім үтіктеуге де уақыт таппаймын. Күйеуім аяқ астынан бір жерге барар болса, жарық болмай шалбарын түктей алмай, талай рет қыртыс-тыртыс мыж-мыж шалбар жейдемен барар жеріне барып келді. Абысынымның қалай үлгеретініне мән беріп, ол кісіден үйренудің орнына қызғаныш бойымды билеп, оны өзіме жау санай бастадым. Менің өзгергенімді байқап, ақыл кеңесін айтып жүрді. Келінжан, айналдырған екеуміз ғанамыз. Абысын тату болса, ас көп деген сөз бар. Біз тату болсақ, осы әулет тату болады. Екі ағайынды бауырды жақындастыратын да, бір-бірінен алыстататын да бізбіз. Қуанышыңды да, қайғыңды да бөлісетін ағайын. Ақшаң болса, жаныңда араласатын адамдар да болады. Олай деме. Ақшаға сатып алынбайтын дүниелер бар. Туғаныңда ешкім саған жан ашымайды. Оның ешбір ақшаға, байлыққа сатып ала алмайтын ақыл кеңестерін тыңдағым келмей, үнемі қашып жүретінмін. Бір жаққа шығар болса, енем, қызым, ақшаң бар ма? Қызым, не керек? Пәленшеге айтайын, машинасымен апарып тастасын деп отыратын. Ал менің бойымды қызғаныш билеп, неге менен сұрамайды? Мені жек көреді деп, енемді жек көре бастадым. Үйге келген кісілер де, енем де абысынымды мақтап отыратындықтан бойымды қызғаныш билеп алды. Менің келгеніме 1 жылдай болса да, құрсақ көтере алмадым. Ал абысыным 3-ші перзентке жүкті болып, жүктілігі өте ауыр жағдайда өтті. Баласы төмен орналасып, түсіп қалуға шақ жүрді. Беті тыржиып, жаны қиналғанын көрсетіп жүрсе де, бар шаруаны өзі жасап жүре берді. Адам өзі қандай болса, өзгелер жайлы да солай ойлайды деген рас екен-ау. Сол кезде мен ойлайтынмын, абысыным тірліктен қашып, жүктілігін пайдаланып жатып, демалмақшы. Неткен ақымақпын. Шын мәнінде оның жаны қалай қиналғанын қазір ойласам жүрегім езіледі. Жүктілігі алтын шайға жеткенде, есіктің алдындағы бақшаны шауып жүріп, сол бақшаның ішінде 2 бүктеліп құлады да қалды. Менің ойым өзгермеген, тәубеме келмеген кезім. Өтірік қойылым көріп тұрғандай, ешқандай аяныш сезімі болған жоқ. Жедел жәрдем келіп, алып кетіп, құрсағындағы сәбиінен айырылып қалғанын естігенде ғана оның шын мәнінде қатты қиналып жүргенін түсіндім. Бірақ бұл аяушылық сезімі менің бойымдағы қызғаныш отын сөндіре қойған жоқ. Көзбен көріп, қолына ұстамаса да, ана үшін барлық баласы бірдей жақын емес пе? Баласынан айырылған абысыным біршама уақыт күйгелектеніп жүрді. Енем ас-түсіне түсіп бар жағдайын жасады. Үйде жағдайы болмай, дене қызуы мен қан қысымы көтеріліп кете берген соң, оны төркініне аз уақытқа болса да күтініп қайтуға жіберді. Қатты күйзеліске түскен абысыным аздап сергіп, көңілі көтеріліп қалсын деп ене бірнеше күнге төркініне жіберді. Жаздың ыстық күні болатын. Енем қайнағамның темір кесетін болгаркасын алып, жуан ағаштарды майдаламақ болған ғой. Болгарканы қосқан сәтте, әлгі ортасынан дөңгелек арасы шыр айналдырып ұшып шығып, енемнің оң қолының білегін осып өтіп кетті. Ойбайлаған дауысты естіп сыртқа атып шықсам, үсті басы қанға малынып отыр екен. Сүйегі көрініп тұрғанын көріп, денем түршігіп кетті. Жедел жәрдем келіп, ауруханаға алып кетті. Жарақатын танып, қолын тіктіртіп қайта келді. Араға 2 күн салып,
Күйеуім 3 қорап қызанақ алып келіпті. Біреулер жұмыс ақысының орнына берген екен. Әлгі қызанақтарды банкаға жап деді. Мен ондай жұмыс жасап көрмегенмін. Ол жұмыстарды менен басқа істейтін адам жоқ қой. Былжырап босаған қызанақтарды шыбын-шіркейлер үймелей бастады. Оны көріп жиіркеніп мүлдем жолағым келмеді. Сол кезде ысырап обалдың не екенін білмеймін. Содан түсте ұйқы қысып бөлмеге кіріп ұйықтап қалыппын. Бір кезде көзімді ашсам, абысыным келіп тұр. Абысын, келдіңіз бе, қалайсыз? Ұялмайсың ба, не жатыс мынау? Ана жақта қол кесіліп, үзіліп түсіп қалайын деп тұрған әрең жүрсе де, апам от жағып банка жабайын деп жүр. Сенің жатысың мынау. Жаппай-ақ қойсын. Ол кезде тәкаппарлық бойымды билеп тұрған кез. Ешкім оған істе деген жоқ қой. Сен істемеген соң өзі істемегенде қайтсын? Соншама қызанақты ірітіп қоқысқа тастау керек пе? Ой, жапшас адам ғой, қимылдағаны өзіне пайдалы. Істесе ертең өзі де жейді ғой соны. Ал сонда сен жемейсің бе? Айтып тұрған сөзіңе қараш. Бол, шық далаға, екеуміз жабамыз. Шықпайым. Қайтесің ал, шықпайым. Осы күнге дейін мен саған үндемей, істеген ісіңнің бәріне көз жұма қарадым. Мені сыйламасаң сыйламай-ақ қой, бірақ апамды сыйламағаныңа үнсіз төзе алмаймын. Қайным келсін, осы күнге дейін сенің мынау істеген әрекеттеріңнің барлығын баяндап, сенің сазайыңды тарттыртам. Абысыным ашулана шығып кетті. Не істерімді білмедім. Күйеуімнің үйге келер уақыты жақын қалыпты. Қатты уайымға салынғандікі ме, әлде тамақ жей сала жата салғанымдікі ме, әйтеуір жүрегім айнып құсқым келе бастады. Күйеуім әні-міне дегенше келіп қалады. Дереу пакет алып, пакетке құса бастадым. Бұл ой басыма қайдан сап етіп қалғанын білмеймін. Өзімді күйеуіме жүкті етіп көрсеткім келді. Сондағы мақсатым ұрыс естімеу үшін еді. Бірақ әп-сәтте белім ауырып, жаным қинала бастады. Үйде кір келетін уақытта болып қалған болатын. Ер адамдар оқыса ұят екенін білем, бірақ толық жазуға міндеттімін. Ауырғанына шыдай алмай екі бүктеліп жаттым да қалдым. Ауруды басатын дәрі ішіп едім, тағы да ұйықтап кетіппін. Бір кезде оянсам, күн батып қалыпты. 2 сауылатын сиыр бар. Нан тамақ істеу керек. Оған қоса банка жауып, абысыным мен енем әбіржіп жатыр екен. Содан не керек, абысыным қайта бөлмеме кіріп келді. Банка жаппасаң да тым құрыса тамақ істесең қайтеді? Өзің де ішесің ғой сол тамақтан. Ауырып жатырмын. Өй, 1 апта бұрын бала туған. Қолын болгарка кесіп келген апам екеумізден жамансың ба? Мына жалқаулығың бір күні сенің түбіңе жетіп тынады. Ой, расымен ауырып тұрмын деймін, сенбейсің бе өзің? Мен саған сендіруге міндетті емеспін. Сосын айта кетейін саған. Енемнің орнына ене болмай-ақ қойшы. Енем әлі тірі жүр ғой, өлген жоқ. Ол кісі тұрғанда маған ұрсатын сен кім едің соншама? Апамның жуас болғанына қуан. Әйтпесе сендей келінді басқа ене бір сәтте ұстамас еді. Абысыным осылай дейді де шығып кетті. Артынша күйеуім кіріп келді. Екеуміздің айқайласып жатқанымызды естіп қойған секілді. Төсекке құлай кеттім. Ыңылдап, сыңқылдап, ішімді ұстатым да жата бердім. Не болып қалды? Білмеймін, жүрегім айнып құса беріп жатырмын. Тағы да тамақ жедің бе? Аузыңнан шыққанша дейін жеген шығарсың. Жоқ, олай емес, ешқандай иіс ұнамай жатыр. Құсқым келе береді, жүрегім айнып бірдеңе жегім келіп тұр. Тоқташ, әлде сенде бір өзгеріс бар ма? Білмеймін, сол ішім ауырып жатыр. Жаныма, осы күнді қанша күттім ғой мен. Рахмет саған. Мен әке боламын. Сол кезде өзімнің өтірік айтып тұрғанына еш қиналмадым. Ол қуана сыртқа атып шығып кетті. Артынан бағанаға ашуланған ешбір ізі қалмаған, жүзі қуанышқа толы. Ене мен абысыныма жетіп келді. Келін-ау, жаңа маған бірдеңеге айтпадың, жағдайың қалай? Не жегің келіп тұр? Самса пісіріп берейін бе? Не қалайсың? Бәрін айт. Келін шырағым, аяғымның астына көрпешені бүктеп қойып жат.
Тірлік бәрібір бітпейді. Емін-еркін жата бер, демал. Бәрі мәз-мейрам болып жүрді. Орнымнан тұрып, сыртқа шығып дәретханаға барсам, үйде кірім келіп тұр. Өтірік айтқанын білдірмеу үшін не істерін білмедім. Оның үстіне күйеуім бірден сезіп қоятынын жақсы білемін. Абысыным ұлына қатты ұрсып жатқанын көрдім де, құлағыма шайтан сыбырлады ма білмеймін. Арам ойымды іске асыруға кірістім. Қолыма шелекті алып, краннан су тасып, қызанақ қайнатқан қазанды жуып, жабылған банкаларды ішке тасып жүрдім. Өзім жылап жүрмін. Содан бір кезде жұрттың назарына өзімді аудару үшін банканың біреуін жерге тарс еткізіп тастап жібердім де, шыңғырып айқайлай бастадым. Жұрт келем дегенше жерге ішім ұстап екі бүктеліп жатып қалдым. Бәрі жүгіріп жетіп келді. Етегімдегі қанды көріп, абысыным шошып кетті. Ойбай апа, қан кетіп жатыр. Келін, мен саған аяғыңды көтеріп жат дедім-ау. Сен не істедің, неге жүрсің? Сіздер ашуланып жақтырмай жүрсіздер ме деп қалай еркін жатамын? Саған біреу бірдеме деді ме? Абысыным, білемін, баламыз түсіп қалды. Бірақ оған мен кінәлі емеспін ғой. Сіздің балаңыз түсіп қалса, менікі де түсіп қалу керек пе еді? Дегеніңізге жеттіңіз бе? Қалағаныңыз осы ме еді? Не деп тұрсың? Мен сенің жүкті екеніңді қазір ғана білдім емес пе? Жаңа ғана бөлмеге кіріп банка жап деп ұрысқан сіз емес пе? Ауырып жатырмын десем, қайным айтып, сазайыңды тартқызамын деген кім сонда? Әлде мен өтірік айтып тұрмын ба? Ал, не айтасыз қайныңызға? Мен сенің жүкті екеніңді, ішіңнің ауырғанын қайдан білейін? Келіндер, жетер енді. Айналдырған екеуің бір үйге сыймай не көрінді? Екеуің де бірде-бір тірлік істемей-ақ қойыңдаршы осы. Өзім-ақ істеп аламын. Көп сөзді қойып жедел жәрдем шақырыңдар. Больницаға барып жатырын тазалатсын. Жоқ, шақырмаңыздар, қажеті жоқ. Одан кейін мүлдем бала көтере алмай қалуы мүмкін. Бармаймын ешқайда. Больницаға барсам, өтірігім ашылып қалуынан қорқып, бармау үшін сан түрлі сылтау айттым. Күйеуім абысыным мен енеме ашуланып, оларға сөйлемей жүрді. Өтірік сөйлеп, оны үміттендіріп қойғаныма қатты өкіндім. Өтірік істерім жаныма батып жыладым. Енем мен күйеуімнен сұранып төркіме қыдырып бардым. Менің анамның ешбір хабары жоқ. Бірақ уайымға салынып, көзім жастан құрғамайтынын көріп, ақылын айта бастады. Қызым-ау, неге жылай бересің? Күйеу бала бірдеңе деді ме? Жоқ, ол өте жақсы адам. Онда не? Неменеге жылай бересің? Енем мен абысыным ғой. Олар саған не деді? Қолыңды бірнеше рет ұстадым. Көзіммен көріп те тұрмын. Күндіз-түні тыным таппай пысық келіннің қолы мұншалықты жұмсақ мамық бола қоймас. Соған қарағанда ауырдың астымен жеңілдің үстімен тірліктен қашып жүрген жоқсың ба? Жоқ, мен бәрін істеймін. Олай болса, олар саған неге тиіседі екен? Енем мен емес, абысынымды жақсы көреді. Ой, жаным-ау, уақыт өте сені де жақсы көріп кетеді. Тірлікті тақадай істеп, бар жағдайды жасап, ұлына қамқор болсаң, өз-ақ сені жақсы көріп кетеді. Анам бар ақылын айтты. Бірақ ол кезде ақпақ құлақ болғаннан ба, ешбір ақылын құлағыма салмадым. Жақында тұрмысқа шыққан құрбымды кездестіріп қалып, біраз әңгіме айттық. Оның енесі дуа кеш әйел болып шықты. Ұлын қызғанып, құрбым мен күйеуім екеуін ажыратып жіберіпті. Шайтанның бұйырғанын шыға алмайтын ба, мен бейбақ тойымыздан түскен әке-шешем мен енемнің суретін тауып алып, ауылдағы тәуіпке бардым. Ол кісі енем мен абысынымды дуалап, өз дегенімен жүретін етіп алғанын айтты. Алмаған қайтарма дуа жасап беремін деді. Енемді абысыныма қарсы тұратындай етіп дуа жасаттым. Бір қалтаға түйілген құмға дем салып, оны енеңнің бөлмесіне себесің деп қолыма ұстатты. Айтқанын екі етпей, енемнің бөлмесін білдірмей сеуіп тастадым. Бірақ еш өзгеріс бола қойған жоқ. Өтірік айтып, үйден шығып, талай бақсы балгерлерге барып, ене мен абысының суреттерін көрсетіп, сырттарынан дуа жасаттым.
жасатқан дуа әсер етіп, екеуі болмашқа келіспей, ұрыс жанжал көбейіп, екеуі қырылып қалды. Тіпті абысыным екі баласымен төркініне кетіп те қалды. Бірақ қайнаған барып қайтып алып келді. Бірнеше айдың ішінде қаншама жылдық сыйласып келе жатқан ене мен келін бір-бірін түтіп жей бастады. Ақыр соңы енем оларды үйден қуып жіберді. Қайнаған мен абысыным пәтер жалдап тұра бастады. Әбден дуа жасатқан енем алжып, есін жоғалтып қалды. Мен қараусыз қалдырған соң абысыным келіп өзімен бірге алып кетті. Енем үйден қуғаннан кейін абысыным маған мүлде сөйлемей қойды. Жұмған аузын ашпады. Бір жылдай ешкімді танымай алжып төсекте жатқан енем қаза болды. Өз үйінен шығармай жалдамалы пәтерден жаназасын шығарды. Өзімді кінәлаудың орнына, мені жақсы көрмей шетке сырып қойған өздерің кінәлі, деп үнемі өзімді ақтап жүрдім. Жанымның қиналғаны рас, бірақ екеуінен де құтылғаныма мен сорлы өзімді жеңіс иесі санап бақытты болып жүрдім. Әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Теледидарды қосып қойып, тірі кәріс киноларын көріп жатқаныма мәзбін. Күйеуім келер уақыт жақындағанда жүгіріп барып үй жинаймын, ас әзірлеймін. Тек көзге көрінетін жерлерді ғана жинап, көрінбейтін жерлерге керексіз заттардың бәрін тығып тастаймын. Тамағым дәмсіз, наным қатып қалған. Күйеуім ашуланып боқтап алады. Екі сөзінің бірінде анам мен жеңгем сені жақтырмайтыны бар екен. Әттең деп басын шайқап қалатын. Ағасының алдына талай рет барды, бірақ олар қайтып келмеді. Тамақ әзірлемей дүкеннен дайын затты алып жей беретінмін. Қарызға ала беріп, күйеуімнің бар тапқанын қарызға төлеп ақшадан қинала бастадық. Солай жүргенде аяғым ауырлады. Жеріктігім ұстап, дүкеннен 2 есе қарызға баттым. Күйеуімнің тапқаны қарыздың жартысына ғана жетті. Дүкен иесі төлей алмаған соң қарызға бермей қойды. Үйде бар соңғы картоп пен пияздан дәмсіз ас әзірлеп күйеуіме бердім. Ол болса жемей аштан аш жатып қалды. Біздің қарызға батқанымыз жайлы бүкіл ауыл естіді. Дүкенші күн сайын келіп, есігімді тоқылдатып, мен ашпаған соң ұрсып кетіп қалатын. Тіземді құшақтап, жылаймын да отырамын. Жұмыс іздеп жұмысқа шықтым. Өз енем мен абысынымның арасында болған жанжалға жұрт мені кінәлап, менімен ешкім араласпай қойған. Нашар мінезімнің кесірінен ешбір жұмысты алып кете алмадым. Дүкен иесі әбден ашумен есігімді қаққанда құлағым үйреніп кеткені сонша, бір емес бір аптадай бұл дауыс шықпай, құлағым тыныштыққа үйренісе алмай жүрдім. Ақыр соңы шыдамым таусылып, дүкенге бардым. Барсам, қолында қос пакеті бар. Дүкен иесі мені шақырып тұр екен. Мә, мыналарды ал. Бұл не? Не болушы еді? Әрине азық-түлік. Ана байыңа обал аш қалып бір жерде құлап өлер. Маған қарызға ештеңе бермей қойған едіңіз ғой. Бұны қалай беріп тұрсыз? Енді сенде қарызың жоқ. Қарызыңды да, мына заттарыңды да, ақшаның бәрін біреу төлеп қойды. Рас айтасыз ба? Ол кім екен? Оны қайтесің? Үйіңе бар да, тамағыңды істе. Күйеуің айлық алатын күнге дейін мыналарды үнемдеп жеткіз. Жарайды, рахмет, көп рахмет сізге. Жүгіре үйіме барып, ас әзірлеп дастархан жайып күйеуімнің келгенін күтіп отырдым. Азық-түлікті қайдан алдың? Білмеймін. Біреу қарызымызбен қоса азық-түліктің бәрін ақшасын төлеп кетіпті. Біреу дейсің бе? Сен үшін олар сонда жай ғана біреу болғаны ма? Бәсе, сол үшін де олармен басың сыйыса алмаған екен ғой. Жай ғана біреу ретінде емес, өзіңнің туған ағаң мен жеңгендей көргеніңде, бәлкім қазір бұлай жүрмес едік. Мен жемеймін, өзің же. Егер ас болып батса саған. Бірінші күні жемегенімен кейін жей бастады. Ол айлық алғанша азық-түлік жетіп,
айлық алған күні тағы да келесі айға жететіндей етіп азық-түлік алып қойдым. Қалған ақшаны газ, жарыққа төлеп, ол жақтағы қарыздарымыздан да құтылдық. Жүктіліктің 6-шы айында қатты ауырып балам түсіп қалардай болып жүрдім. Сол кезде небәрі 7 жасар абысынымның қызы, ерке қыз келіп, үйімді сыпырып, шаңын сүртіп, ыдысымды жуып беріп кететін. Тағы да құр қол келмей, абысыным нан жауып, бауырсақ самсасын пісіріп, айран, сүт, ет беріп жібереді екен. Сол кездері өздері жер үй алып, үй тұрғызып жүрген. Сонда да қолдарынан келгенін аяған жоқ. Тұңғыш қызымды босанып, перзентханада жатқанда қасындағы келіншектерге туыстары ыстық тамақ анау-мынау алып келіп жатқанын көріп, ішім ашып қызғаныштан өзегім өртенетін. Мені күйеуімнен басқа ешкім іздеп келмейді. Бір сәтте санитарка апай тегімді атап, тола-тола 2 пакет тастап кетті. 2 литрлік банка тола майлы қайнатпа, сорпа, сүт, айран, май, тағы да басқасы бар. Одан бөлек өзі тоқыған қызыма шұлық, киім-кешек бәрін әкеліпті. Абысынымның келгенін бірден ұқтым. Үйге шықсақ, үйдің іші тап-таза. Қызыма арнайы көрпеше тігіп, жаялықтарын төсеп, адыраспан түтетіп, ыстық шай тамақ дайындап өзі кетіп қалыпты. Сол кезде алтындай қымбат адамның бағасын білмей, қадіріне жете алмаған өзімді өзім жек көріп кеттім. Сол кезде абысынның айтқан ақылдары есіме түсіп, өзегім өкініштен өртенді. Солай біз бір-бірімізді көрмесек те, бір-бірімізге жақсылық жасап жүрдік. Бірақ жүзіне тіке қарап, кешірім сұрауға бата алмадым. Шыны керек, кешірмеймін, сені көргім келмейді деп айтама деп қорықтым. Солай қаншама жыл алыстан сыйласып жүрдік. Оның балалары мен біздің балалар бір-біріне өте бауырмал болды. Бір-бірлерін үнемі іздеп жүреді. Шынымды айтайын, мен балаларымды абысыны мен қайнағамның тәрбиеленгенін қалап, олардың үйіне көп жіберетінмін. Өйткені менің тәрбиемді алған қызым ертеңгі күні мен секілді опық жеп қалама деп қорықтым. Ана болып қызыма ақыл айтқан емеспін. Тек абысынымның ақылын тыңдап, тәрбиесін алған ұл қызым солар секілді саналы, иманды болып өсіп өнді. Осы жасаған барлық опасыздығымды абысыным бұрыннан-ақ біледі екен. Оны маған кейін айтып берді. Бір құрбысы мен барған балгерге барып, менің қолымдағы абысыным мен енемнің суретін көріп, абысыныма дуа жасатып жүргенімді айтыпты. Соны біле тұра маған жақсылық жасап жүрген абысыныма мың алғыс айтамын. Қазір маған кешірім берген, екеуміз құрбыдай болып жүрміз. Сіздерге айтарым, жас келіндер, енелер, бір-бірлеріңді сыйлаңдар, тату-тәтті болыңдар. Адамдардың бәрі менің абысыным секілді кешіре алмауы да мүмкін. Сол үшін қателікке ұрынбаңдар. Бұл өмірден алынған шынайы әңгімені соңына дейін тыңдасаңыздар, міндетті түрде лайк басып пікірлеріңізді қалдыруыңызды сұраймын. Арнама қосылып, тұрақты тыңдарманы болғаныңызды қалаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.